Қараңыздаршы, керемет болды ғой қарын бүрмеміз. Енді бір тамаша болды. Керемет енді бар ғой. Мынау прям бар ғой, ұстасаң прям енді неғып тұр ғой. Аузыңда еритіндей болып піскен. Тамаша. Сіздерге де осындай осы қарынның ішіне салып, қарын бүрме жасап, жай ғана бешбармақ емес, қарын бүрме қылып жасап жеп көріңіздер сіздерде. Өте бір шын мәнінде өте бір тамаша болады екен. Рахмет. Құрметті YouTube көрермендерім, мына өздеріңіз көріп тұрғандай жылқының қарны мына. Бүгін осы қарынмен қазақтың ұлттық тағамын жасайын деп жатырмын. Өте бір керемет тағам ол, елдің бәрін сүйіп жейтін тағамы. Сондықтан осы видеомды басынан бастап соңына дейін көріңіздер. Ол үшін мен бұл қарынды жақсылап әдемілеп иісін кетіріп жуамыз. Оны да көрсетсем. Өздеріңіз көріп тұрғандай мынау қарынды теріс қаратып, ішкі жағының бәрін тазалап жуып жатырмын. Бүкіл мынандай жаман нәрселерін, заттарын алып тастап жатырмын. Безі бар, басқасы бар, солардың бәрін алып тастап жатырмын. Мінекей қарнымызды қайтадан оңғаратып алдық. Әбден ішкі жағын жуып. Енді қазір тағы кішкене иісі кетсін деп біраз 10-15 минутқа тағы да қойып қоямыз. Былай суға неғып, оған мына лимонның шырынын құйып шығам. Езіп. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай лимон шырыны. Сосын мінекей содамызды салып шығам. Бір 2-3 қасық салайын. Ол қазір азырақты суы неғанда көпіреді, ол ештеңе етпейді. Өйткені жаңағыдегі жаман иістерді алып түседі бұл. Енді біраз сол азырақ су құям да, соған қойып қоям. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай тап-таза қылып қарнымызды жуып тазалап, барлығын дайындап алдым. Құрметті YouTube көрермендерім, мінекей қарынды жақсылап тазалап алдым да, мен үлкен кастрюляға салдым. Енді оның ішіне мен бүгін негізі қарын бүрме жасайын деп тұрмын. Қазақтың ұлттық тағамы. Мына қазы саламын. Сосын азырақ оның ішіне сиыр етін салам. Сосын қойдың жамбасын. Бұл біздің бүгінгі жаңа жылдық кешімізге арналған тағамымыз. Шындап келгенде сол мен сіздерге енді көрсетіп жатырмын соны бүгін не жасайтынымызды. Жаңа жыл әрине құтты болсын бәрімізге. Жаңа жылда жаңа денсаулық барлықтарыңызға тілейтінім, әр отбасыларыңа амандық. Міне үйде міне азырақ қарта бар еді. Осы қартаны да қазір сол бүгін негізі мен қарын бүрме жасайын деп тұрмын. Сол қарынның ішіне осы қартаны да салып жіберейін деп тұрмын. Негізі қарын бүрмеге ол 3 түрлі ет салыну керек екен. Сиыр еті, жылқының қазысы, сосын қойдың. Мен енді мынау қарта бар болған соң қартаны да салып жіберейін деп тұрмын. Сол мінекей қартаны да жақсылап теріс қаратып, ішін аударып, жақсылап жуып алдым. Қараңыздаршы қандай керемет. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай міне қазымызды салып жібердім. Енді мынау қартамызды салып жатырмын. Сосын мынау етіміз, жамбас етімізді бәрін саламын. Негізі мынау менің қарын өте үлкен. Сол үшін мен оны жартылай қазір алып қаламын. Ол қарыннан басқа нәрсе жасаймын тағы жартылай. Бұны бәрін салып алдық. Мінекей қарнымызға суын толтырып газға қойып қойдым. Енді бұны енді бір өздеріңіз білесіздер, ұзағырақ қайнайды. Бір жоқ дегенде 1-3-4 сағат қайнау керек. Мінекей YouTube көрермендерім, қарын бүрмем дайын болды. Міне пісті. Енді мен қазір түсіріп, кесіп сіздерге қазір көрсетемін.
Құрметті YouTube көрермендерім, қарын бүрмем дайын болды. Міне керемет күшті болып пісті. Қазір мен оны былай кесемін. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Қарын бүрмемді кесіп сіздерге көрсетейін. О. Қандай керемет болып пісіпті. Қараңыздаршы, ішінде өзінің соғы өзінде. Қазір былай. Қараңыздаршы, керемет болды ғой қарын бүрмеміз. Енді бір тамаша болды. Керемет енді бар ғой. Мынау прям бар ғой, ұстасаң прям енді неғып тұр ғой. Аузыңда еритіндей болып піскен. Тамаша. Сіздерге де осындай осы қарынның ішіне салып, қарын бүрме жасап, жай ғана бешбармақ емес, қарын бүрме қылып жасап жеп көріңіздер сіздерде. Өте бір шын мәнінде өте бір тамаша болады екен. Рахмет сіздерге енді. Ас болсын енді.